Жолдастар, ассалаумағалейкум. Бәке, мәке, сәке, тәке, әбеке, жәке деген сияқты жігіттеріміздің бәріне ассалаумағалейкум. Жаңа ролигімізді бастаймыз. Біздің машина демалып тұр, от души прям. Машиналардың бәрі жиналып қалды. Бүгін түнде стартовать етеміз бәріміз. Мынау Сашканың не габариті. Біздің брат жерлес. Мынау Виталиктің машинасы. Ақмырс Юра ағамыздікі, мынау Хольгер, өздеріңіз білесіздер. Барып алып кеткенбіз салоннан. Айрақтың бір Рено ғой, мынау енді старый Якоб деген ағамыздікі. Яғни, мынау не дейсің ғой, бұл монстрың, бүгін келген монстр біздің компанияға. Қайдан келді дейсің ғой? Су жана Volvo, су жана, шыбын отырма, отырса да аяғына тәпішке киіп отырған. Короче говоря, бізде андай Volvo бар еді ғой, қара қызыл. Виталиктің Volvo, сол Volvo бұзылып қалған, сол бұзылып қалғасын оны ремонт қалып барған, білетсіз. Ремонт қалып барып, айтады да, машина бұзылып қалды, машина керек дейді. Соның орнына подменный автомобиль осы көлікті беріпті ғой. Біздің мына бүкіл машиналарымыз страховкасы бар. И золотой страховка дейді. Айына бір 300-400 евро төлеп бұзылсын, бұзылмасын, егер машинам бұзылып қалса, осындай подменный автомобиль береді. Сол, короче, шамалы обзор жасап жүрейік. Осындай Volvo. Біздің автопаркқа да келетін шығар жақында деп ойлаймын, осындай Volvo. Камерасы бар мына жерде. Так, сыртынан светті тексеруге болады. Ешқандай шамы жоқ, ешқандай несі жоқ, просто обычный Volvo. Мынандай сигналы бар. Шеше, мынаны қалай тоқтатады? Әкең үні өшірмейді ғой мынау қазір. Короче, вот осындай пультынан бассаң ойбайлайды, мынау свет, мынау ашатын жоқ. Так, сыртынан бастайық. Так, мынандай кнопкасы бар. Ашып жіберсең өйтіп ашыла қалады өзі. Кішкене екі отсегі бар. Так. Осындай отсегі бар. Ішінде домкраты бар. Аварийный знагы бар. Буксировочный кольцосы бар. Екі мынандай фонаригі бар. Так, набор ключей, жилетка, аптечкасы бар. Бұл бір жағы. Кеттік әрі қарай. Есігі ауыр екен шамалы. Так, мына жерде сондай. Тоже кнопканы басып жіберсең өзі ашылады. Осындай несі бар. Так, бұның ішінде дым жоқ. Только аварийный знак ғана бар. Бір ғана багы бар. 900 литр деймін. Ар жағында багы жоқ. Өйткені оның орнына гидравликаны ұрып тастаған. Негізі бұл манипуляторға арналған машина деймін. Мынау майдың бачоғы ғой. Бензин емес, солярка емес, майдың бачоғы. И мына несімен көтеріп жабатын. Короче говоря, сол үшін арналған. Бір мостық, арты осындай. Массаны мына жерден сөндіреді. Фильтр енді абажада екен, ё-майо. Моторын бояп тастаған ба? Действительно, заң қылып істепті ғой. Короче, осындай көлік уақытша бізге берген осындай көлік. 23 дейді. Так, кеттік ішіне. Мынау жаңағы айтқандағыдай майдың гидравликаға арналған специальный не құрылғы. Осымен әйтеуір управлять етесің. Самосвалға арналған ғой, көріп тұрсыздар ма? Так, сиденьеден бастайық. Сиденье кожаный. Көріп тұрғандай перфорированный, подогреві бар, анау-мынаусы бар.
Коробка передач мынандай, жолдастар. Өйстіп қосылады, өйстіп сөнеді. Осындай камерасы бар, дисплейі бар. И осындай екінші дисплейі бар. Настройка жасап жіберейік алдымен. Так, Systems Sprech. Интересно, қазақша бар ма екен мынаның ішінде? Корейский бар, румынский бар дейді, орысша бар, түркше де бар. Блин, қазақша жоқ па не? Қазақша жоқ что-то. Корейский ғана бар екен. Так. Шамал түсінікті болсын, орысша қойық. Так, не бар дейсің ғой? Не бар болғанда не ғой? Машина полностью максимальный комплектация. Ішінде бәрі бар. Камера, анау, мынау, қартым-сартым дегеннің бәрі бар. Так, бәрін айтта, бірін айтайық. Музыкадан бастайық, өйткені біз жолда жүргесін бізге ән тыңдаған енді керек қой деп ойлаймын енді. Мынауымыз дистроник. Алдымызда келе жатқан жаңа айтқан арақашықты сақтайды. Мынау датчик мертвых зон, мынау слежение за полосой, регенерация выхлопных газов дейді, то есть тазартады катализаторды. Мынау антискат, чтобы машина артқа кетіп қалмасын, допустим, тормозда жіберген кезде артқа кетіп қалмау үшін істелінетін нәрсе. Мынау уровень пола автоматически қояды. Мынауымыз TSC, мынауымыз блокировка екеуі байланысты, AUX 1, AUX 2 музыка бол. Бірақ білмеймін қай жағынан қалай жұмыс істейтінін. Так, мынау мотор, походу, что-то связано с мощностью, походу. Возможно, медленный режим черепаха шығар деп ойлаймын енді. Так, DAS деген не екен білмеймін. Климат контроль қосылады өз жерден кондиционерді қосуға болады, өз жерден отопительді қосуға болады бірден. Управление, қалған управление мультимедиамен. Так, ең қызығы мына кнопка ғой. Мәсаған қуырған жұмыртқа дейсің. Ана жерде не болып атқаның мына камерадан көрсетіп тұрады ғой. Егер көрмей тұрсаң, бір бұрылып атқанда, артқа беріп атқанда, бір мен алдында осы күні кеше ғана бір жерде осы парковкада машинаны бұрып беріп атқан кезде сол көрмегенмін не болып тұрған. Отырған жерінен тұрып, ана жерге барып көруің керек. Өйткені мына айналар не всегда бәрін көрсете бермейді да. Сол үшін мынау енді тамаша деп ойлаймын. Вообще тамаша. Так, басқа не бар? Басқа кнопкалары бар. Кнопкалары бар дейма. Шам. Астыңғы жағын көрсетіп тұрады. Бір ремонт жасап атсаң, анау жасап атсаң, жағып қойыңа болады. Артта көрсетіп тұрады. Мынау уже конкретно кабинаның артында тұрған шам. Мынау тағы да бір шам. Подрулевой переключательде мынау горный тормоз. 1, 2, 3 положение. Мынау уже дворник қосады. Мынау поворотник. И мына камера айтпақшы автоматически қосылады мына поворотникті қосқан кезде. То есть, бүйтіп қалсаң, автоматически қосылып өзі көрсетіп тұрады. Бұл да өте жақсы деп ойлаймын. Так, кеттік ары қарай. Ары қарай не бар дейсің ғой? Так, встроенный өзінің несі бар? Рациясы бар. Айтпақшы, егер біздің көрермендеріміз көріп осы рацияны қалай европейский волнадан біздің мына кәдімгі Қазақстан, Россия бойынша жүрген машиналардың рациясы российский волнада жүреді. Мына Европада жүргендер европейский волнада жүреді. -5 герц болып саналады. Енді о жағын мен қозғамай қойық. Менде, допустим, осындай рация бар, бірақ Mercedes. Мынау уже оригинальный Volvo'ның рациясы. Менде Mercedes-тік тұр. Европейский волнада тұрған. Мен осы Қазақстаннан келген жігіттермен сөйлесе алмайтын едім да. Соны қалай сөйлесем деп бүкіл интернетті ақтарып шыққанмын. Сөйтсем өзінің несі бар ғой, мануалы бар. Мынандай кітабы бар. Сол кітабының ішінде жазылған екен ағылшын тілінде. Сол ағылшын тілінде орысша жоқ бұда вообще. Сол ағылшын тілін оқып, короче, қарасам, бұны бүйтеді екен. Мына F деген кнопканы басасында рацияны қосасың. Сол кезде мынау еу деп көрсетіп тұрады. Еу деген емес, Европа деген сөз. Европейский волнада тұрған рация. Егер мына кнопкалерге бассақ, польский, Deutschland, бірдеме, 2C, O, PO деп неше түрлі шыға береді. Бұяқта российский волна жоқ, сондықтан да российский волнаны бұлар российский емес, польский деп переименовать етіп тастаған. Польскийге қойсан, бұл уже российский волна болып саналады. Короче, керек нәрсеңді қойып аласың да, рацияны просто сөндіріп тастайсың. Әшейін қойсан істелінбейді. Оплата дорог жолды, ақылы жол төлеудің мынау аппараты. Анау датчигі тұр. Так, кеттік ары қарай. Карта тахографа. Төбедегі свет, төбедегі габарит, оң жақ, сол жақ. Мынау люк шығар.
Иә, мынауың люк. Мынауың люк. Массаны вырубать етеді, мынауың свет. Интим дейсің ғой. Мынауың уже обычный свет, Иә, мынауың уже обычный свет. Мынауың уже конкретно қосады мына шамды. Кеттік ары қарай. Неше түрлі ящиктер. Астында да мынандай ящик. Үстінде де ящик. Мына жерінде де ящик. Телевизорге арналған арнайы өзінің орны бар. Телевизордың антенны бар. 12 вольт уже шығарып қойған. AUX бар. Звукқа мынау уже регулировканы тағатын жер. Обдувочный пистолет. Мынандай шамы бар. Спальный орны бар. Так, төбеде ящиктері бар. Ящиктер енді базар жоқ ящик екен енді. Менің ойымша ящик болса мына төбедегі екінші ярусына кроваттың керек жоқ деп ойлаймын. Өйткені білмеймін енді. Мен өмір бойы өзім бір машинада жүргем, бір компаньонмен бір экипажда жүрген адам емеспін. Өйткені екі адам енді қалай айтсам екен енді мәдениет. Екі адам осырады, шығады, аяғын көтереді, аяғын шуашы барлар да болады арасында деген сияқты енді. Әр ненің каждый шутки есть доля правды дейді ғой. Енді әркімнің өзінің несі бар ғой, осырат тұрат шат деген сияқты. Сондықтан да білмеймін енді. Өз басым жалғыз өзім жүрген жақсы көрем. Сондықтан да екінші спальниктен керек жоқ деп ойлаймын. Менің машинамдағыдай ғой. Менің машинамда, допустим, екінші спальник жоқ. Бірақ тамаша үлкен шкафтар бар. Оның ішінде микроволновка де бар. Оның ішінде басқа нәрселер де бар. Так, кроват. Кроват енді Volvo базар жоқ енді. Кроваты жақсы ғой. Мынауың походу былай көтеріп қоюға да болады ау деймін. Иә, көтеріп қоюға да болады. Сиденьесі де енді мықты, әңгіме жоқ. Базар жоқ қып істепті, кожаный. Так, кофе маркі тұр, мынау не? Volvoның кофе маркасы ғой, мына жерге походу қондырады ау деймін. Айтып отырмын ғой, мынау су жаңа Volvo. Вообще жүрілмеген Volvo ғой мынау. Так, холодильнигі бар. Холодильник енді базар жоқ енді. Осындай холодильник. Витяның суы анау. Так, осылайынан қосылады. И осылайынан сөндіріледі. Баста ауыртпа. Ләнтинге шығын вөнсаңын түсінбейміз біз ондайды. Das Thema Karpfen. Also es wird lecker. Und jetzt ауызын бір түсінбеймін мен ондайды. Бұндайды да түсінбейміз. Қазақша жоқ қой, мына қазақ радиосы ғана. Ел астанасында сағат 19. Тәулік тынысы. Мынандай музыкаң енді нормально. Короче, жолдастар, осындай көлік, су жаңа 2022 жылғы тамаша Volvo. Не айта бересің енді, осы ғой. Жақсы машиналардың бәрі осы Европада жүр ғой, особенно Германияда көп кездестіресің. Андай машинаң ба, Renault ба, неше түрлі. Ешеңесі сен ауышып кеткен машиналар көп қой, өте көп. Мынаны көріп тұрсың ба? Мынау походу жанат. Егер мертвый зонада машина болса, мына жерде жанат. Ешеңесі сен өстіп қойған ғой. Блин, нормально қып істепті енді, әңгіме жоқ енді. Мынаны шамалы азайтып істегенде, енді шамалы орын көп болатын. Өйткені мынаның барлығы, осының бәрі мына шопырдың үстінен басына бір төміп тұрған сияқты. Білмеймін енді. Бірақ негізі нормально. Мынауың уже аварийный выход болып саналады. Жазу көрсетіп тұр, мынаны тартып жіберсең, ұшып кетесің де, шиелдің бірақ шығасың. Дей ма? Қой, құрсын кеттік, есің барда еліңді тап дейді, біреудің машинасына отырып, Құдай сақтасын. Жаймен күн уже қайнайын деді. 15-13 градус көрсетіп тұр. Уже нормально күн қыздырып келе жатыр. Так, жететін жерімізге дейін де жетіп қалдық. Аманшылық болса, бір 12 минуттен кейін уже жетеміз, 10 шақырым қалып. 600 метрден кейін солға бұрылуымыз керекпіз. И ар жағында уже 10 шақырым қалады. Құдай деп әйтеуір жаймен жетіп келе жатырмыз. Осындай ауылдармен, совхоздармен, немістердің Вадерслох.
Вадерзлох, по-моему. Тіліңді сындырып алуға болады әйтеуір. Так, мына жерде солға кетеміз. Поверните налево. Табиғатта тамаша ғой енді. Так, жаймен. Кеттік ары қарай. Блин, жолы тар екен енді. Следуйте дороге К-56. Айнаға Следующие қарасаң. 8 километров. Прям действительно орын жоқ. Өйткені мына кішкене жолдар үлкен осы ауыр көлікке арнайы жасалмаған. Кезінде осы 50 жыл бұрын, 60 жыл бұрын бұл жақта фура деген мен атымен болмаған. Только грузовиктер, одиночка дейді ғой бізде, кішкене ғана грузовиктер. Біздің ГАЗ-53 сияқты машиналарға арналған жол ғой бұның барлығы. Бірақ ауылдың арасымен келе жатырмыз ғой. Бір жерде бір шұңқыр тесік жоқ қой. Бәрін асфальттап тастаған. Осы Гитлердің кезінде келгенде ең бірінші бастағаны осы жол істеген. Автобаннан және осындай ауыл арасында жолдан бастаған. Бұл бір, екіншіден мына неге де барсаң, бір орманның ішінде серуенге барсаң, тоже асфальттап тастаған ғой жолды. Так что солай жолдастар. Не, қырқып атыр талдың бәрін, шөптің бәрін шауып атыр. Специальный служба жүреді осының бәрін істеп. Мына жерде шамалы апасын екен енді, молодец енді. Бас дейтін экскаватор шеге екен енді, әңгіме жоқ. Өйткені тиіп кетуі мүмкін еді. Мен кетіп қалдым, мені қайтадан оралып, әрі қарай уже қазатын жерін қазып жатыр. Осы ғой. Осы. Әдептілік, тәрбиелік деген осы. Культура. Менің ойымша, вообще, біз қазақта енді қалып бара жатқан жоқпыз. Біз сияқты кембел халық жоқ. Шынымды айтсам, мен осы жақта жүріп, өзімді бір бөтен елде жүрген адам сияқты сезінемін кейде. Кейде, білмеймін енді. Жетіспейді де мына біздің ауылдың бір қазақи алмаса, осы біз Совет одағында туып өскен адамбыз ғой, біздің өзіміздің менталитетіміз бар да, сол кейде жетіспейді. Ей, Мұрат, қалайсың, ей, деп, бас жазайық та деп, мынандай тұрған үйге кіріп бара алмайсың. Вот, полицияны шақырып жібереді. Көрінген жерге жатып, қоратып ұйықтай алмайсың. Полицияны шақырып жібереді. Сол. Бізде ғой, ауылдағы көкелеріміз удай мас болып, түпіл мас болып, араққа тойып алып, мына шөптің арасында жататын еді. Қасынан өтіп бара жатқан адам бетіне газет жауып кетеді, беті күйіп кетпесін бейшараң деп. Болмаса тұрып үйіңе апарып тастайды. Бұяқта жоқ. Бұяқта келіп полиция сені только қамап тастауы мүмкін. Сол, бәрін айтта бірін айт дейді. Туған күн. Бізде фирмада бір жігіттің туған күні болған. Сол жігіттер бәріміз жиналып, сол туған күніне барғанбыз. Короче говоря, туған күн жасардың алдында бүкіл көршілеріне барып, пәтерлі үй ғой, көп пәтерлі үй, сол бүкіл көршілеріне барып рұқсат сұрап шықты. Мен осындай туған күн жасайын деп жатырмын. Қазір шамалы бір музыка қосам, 1,5 сағат. Шамалы қонақтар келеді, шу болып жатса шамалы ренжімеңіздер деп, сол бәрінен рұқсат сұрап, сөйтіп туған күнін жасады. Мен сұраймын, серьезно сөйтіп бәрінен сұрап келе жатсың ба десем, я действительно бәрінен барып сол рұқсат сұрадым. Әйге біреу жоқ десе ше? Жоқ десе, значит музыканы қоса алмаймыз. Бізде музыка қосасың ба, қоспайсың ба, ешкімнен сұрамайсың ғой. Туған күн бітті, сол туған күн дедің ба, уже сонымен бәрі жиылып тастаған. Бізде наоборот, Құдайы көрсің, ей, Мұрат, сен туған күн ғой бүгін. Бір жарты бар, там, анау деп келіп, короче говоря, сол етіңді асып, қойын сойып, короче говоря, басын үйтіп, арақты ішіп, етті жеп, сол әңгімені езіп, тоста тос болып, короче говоря, сөйтіп кететін адамбыз ғой. Бұяқта енді мүмкін енді әлем өзінің осындай мұңға болып, неше түрлі менталитетімен, осындай әдемі жерлерімен не қылатын шығар енді, танылатын шығар енді, білмеймін енді. Бірақ көріп отырғанымды әйтеуір сіздерге айтып отырмын, жолдастар. Так, жақындап қалдық. Мен мына жерде болдым ау деймін, походу. Болған сияқты.
дәл осы жер. Жаңа орман туралы айтып жатырмын ғой, жолдастар. Міне орманның ішінде жол асфальттап тастаған. Асфальттап тастаған. Спокойно велосипедмен, я болмаса жаяу жүруіңе болады, аяғың батпақ болмайды. Осындай жақсы нәрселерін бізге үйрену керек болса немістерден. Жаман нәрселері де көп енді, бірақ жақсы нәрселерін үйрену керек. Анау велосипед тұр. Спокойно велосипед есігінің алдында тұр. Біздің ауылда болса, велосипедіңді сол ауламмен бірге сол қасында тұрған шелегімен, анау инструменттермен қақып кетеді. Енді бұл қалжың енді, жолдастар. Өте компактный және тап-тұйнақтай тазартып, қырқатын жердің бәрін қырқып, тамаша істеп қойған. Через 200 метров поверните направо Г14. Өздерілерінің шіркеуі де бар. Католик болып келеді ғой, в основном. Католический шіркеу тұр. Неше ғасыр болған құдай біледі ана шіркеуге. Поверните направо. Тар екен енді, ё-моё, базар жоқ. Қалай тұрады деймін ба, завор жоқ, тым жоқ қой. Бұяқта ұрлық та жоқ шығар енді. Криминал жағынан білмеймін, по-моему, спокойно деймін бәрі. Lidl, мынау магазин продуктовый. Велосипед всегда прав, байқап жүру керек. Адам көп велосипед айдап жүрген. Так, жақындап қалдық. Телефонды қосу керек. Телефонды қосып көру керек, қай жерде фура кіретінін. Билетім мына жерде ғой. Қазір тоқтап тамағымызды істеп алып, тамақ ішіп алып, жүгімізді тапсырып, кері қайтамыз осы жолмен. Через 300 метров поверните направо, затем вы прибыли в пункт назначения. Он справа от вас. Мына жер ғой. Да, осы жер. Поверните направо, затем вы прибыли в пункт назначения. Он справа от вас. 27, Вы прибыли в пункт назначения. Он справа от вас. Так, қаяқта? Қалай бұрламыз? Оңға ма, солға ма? Пока прямо осы жерге тұра қалайық. Көп жігіттер сұрап жатыр да, ей, не болып жатыр, не болып жатыр? Естіп жатыр, қырғын болып жатыр, анаудан мынау дейді да. Мына Украинада болып жатқан жағдайға байланысты Ресейдің дальнобойщиктеріне, Беларусияның дальнобойщиктеріне. Ол действительно рас. Көп нәрсе болды, особенно Польшада, өйткені Польша шекара ғой Украинамен. Қаншама миллион адам келіп жатыр Польшаға. Оның алдында Польшада уже жүздеген мың Украинадан келіп жұмыс істеп жатқан адамдар бар. Бәрін айтты дейді, көбіңіз естіп жатсыздар, көбіңіз көріп жүрсіздер интернетте, неше түрлі телеграм каналдарда, инстаграм каналдарда көріп жүрсіздер. Ресейден келген, Беларусиядан келген жігіттердің нөмірін жұлып алып, дөңгелектерін бәрін тесіп, тенттерін кесіп, лобовойларын жарып, сол қорқытып, өйтіп, бүйтіп, үркітіп, түнде соямыз, өлтіреміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп сондай әңгімелерді өздеріңіз көріп жүрсіздер. Ребята, вот брестские номера.
расхуячили нахуй, блядь, тент нахуй. Подъехали, блядь, разрезали, блядь, и уебали, блядь. Просто пиздец, блядь. Стоим, блядь, на паркинге нахрен, не доезжая, блядь. Короче, блядь, недалеко Чистахова. А ну давай, блядь. Открывай, сука, хорош спать, блядь. Пидор ебать. Здорово, ты москаль? А кто? Белорус? Да? Ну тут, блядь, твое счастье. То скажи, сука, своим, блядь, землякам ебаным. Хай картоплю в карманы кладут, когда до Украины идут. Разумеешь почему? Пидорасы, блядь. В рот вас ебать, гандоны. А вообще, сука, блядь, поверь, что ты белорус, и вот эту хуйню, блядь, сними. Вот, сука, это ночью, блядь, будем горло резать, блядь. Едь нахуй отсюда. Говорю, едь нахуй отсюда. Едь нахуй, я сказал. Уебал нахуй. Уебал нахуй. Едь, блядь. Ёбаный мать. А ты второй нахуй. Ты второй, блядь, уебуй. Уебуй нахуй. Быстро, блядь. Уебал. Уебал нахуй отсюда. Да. С Украины. Вы проотвечались, сука. Вы проотвечались. Пизда вам. Он, сука, вас в жопу выебет. Он в жопу выебет. Выебет. Мен өз басым оны дұрыс деп есептемеймін. Өйткені кім болсаң о бол, қазақсың ба, орыссың ба, украинсың ба, белоруссың ба, әзербайжансың ба, не знаю, там, қытайсың ба, неміссің ба, бәріміз адам болуымыз керек біз біріншіден адам болып, екіншіден уже бір-бірімізге сол адамгершілікпен қарап, бәріміз осы жолдың үстінде жүргесін, енді шамалы бір адамда бір понятие болу керек деп ойлаймын. Бірақ енді әр адамның өзінің түсінігі бар, әр адам осы болып жатқан оқиғаны өзінше түсінеді, осы болып жатқан нәрсенің барлығын. Күні осы бірнеше күн бұрын мына Орыс каналында мен жаңа бейнебаянымды жүктегенмін, сонда осы Ресейден келген біздің жерлесіміз сонымен интервью болған, енді шамалы рация арқылы сөйлескенбіз. Ол жігіт көп нәрсенің бәрін айтты. Осы Европада болып жатқан жағдайды айтты, және Ресейде болып жатқан жағдайды айтты. Қазақстан туралы да бір-екі ауыз сөз айтып кеткен. Дальнобойщиктер бір-біріне өйтіп қақтығыс жасап, төбелеске дейін барып, 10 адам бір адамға жабылып, ондай қырғын болмау керек. Өйткені қырғынның аяғы қырғын болып кетуі де мүмкін, әрі қарай үлкейіп. Өйткені ұмытпау керек, Ресейде де көп, Украинадан келген жігіттер, Белоруссиядан келген жігіттер, Қазақстаннан келген жігіттер. То же самое наоборот. Қазақстанымызда да көп, Белоруссияда көп, Украинада да көп, Европаның өзінде де көп. Сондықтан да бүкіл осы дальнобой қоғамында менің ойымша ауызбіршілік болу керек. Неважно, не болып жатқаның. Кейбіреулер айтады, ой, осы қырып жатыр, өлтіріп жатыр, өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Біреулер айтады, бізде 8 жыл болды уже қырып өлтіріп жатқанына деп. Әркімнің өзінің шындығы бар, әркімнің өзінің пікірі бар. Это то же самое, допустим, қазақ пен қырғызды ұрыстырып қойған, или қазақ пен өзбекті ұрыстырып қойған. Өйткені біз бәрібір мұсылманбыз ғой, ал Белорус, орыс және украин ол православный болып келеді. Діні бір, тілі почти бір. Сондықтан да жолдастар, ағайындар, ауызбіршілік болсын. Ауызбіршілік болсын, еліміз, жеріміз аман болсын. Короче, бәрін айтты, бірін айтты, жолдастар. Қазіргі таңда енді жаймен осы Германияның жолында, Германияда өте аз енді, в основном Польшада, Литвада осындай әңгімелер болып жатыр. Бірақ оның барлығы басылып келе жатыр. Құдайға шүкір, басылып келе жатыр. Әрі қарайда басылып бәрі жаймен бітеді деп ойлаймын. По крайней мере, үміттенемін. Осы Германияда тұратын көп жігіттер бар, Қазақстаннан келген, Ресейден келген. Солар мына үлкен стоянкілерде жүреді, неше түрлі машиналарға мініп алып, жеңіл машиналармен ғой, қаптап жүреді. 10 машина, 15 машина, 20 машина үлкен стоянкілерге барып, сол біздің жерлес жігіттерді тауып алып,
тамағы болса, тамағы жоқ болса тамағын беріп, су болмаса суын беріп, темекісін, ақша керек болса ақшасын беріп, сол жаймен енді мүмкіншілік бойынша көмектесіп жатыр. Көмектесіп, сол елге қайтарып жіберді. Ал қазіргі таңда уже шатаспасам, по-моему, 9 апрельден бастап уже Евросоюз Ресейдің және Белоруссияның ана дальнобойщиктеріне вообще мына жеңіл машиналарға жолды уже жауып тастаған. Шекара жабық. Санкция. Соңғы қалған көліктер, соңғы қалған дальнобойщиктер 16 апрельге дейін шығып кетуі керек. Евросоюздың территориясын тастап кетуі керек. Қашан ашылады, қашан не болатын, оны енді бір Құдай біледі, қашан болады. Пока жағдай осы, жолдастар. Пока жағдай осы. Білмеймін енді әрі қарай не болатын. Мен өз басым ойлайтын, неужели осы 21 ғасырда нанотехнологиялардың кезінде өстіп қақтығысып, ұрысып, бір-бірімізден керісіп, біреу айтады, осының барлығы бір адамның политикасының кесірінен дейді. Біреу айтады, ой, мына бұл бидонның кесірінен дейді. Біреу айтады, бұған Европа кінәлі дейді. Білмеймін енді. Кім кінәлі болса, ол кінәлі болсын, әйтеуір ауызбіршілік болып енді шеше алмаған, оны түсінбеймін енді. Құдай біледі. Осындай менің жауабым, жолдастар, қойып жатқан сұрақтарыңызға. Тамақ туралы айтатын болсақ, мен алдында да айтқанмын, тамақ қымбаттап бара жатыр. Күннен күнге тамақ қымбаттап бара жатыр. Мен магазинге кіріп күнде екі күнде бір нан алам, бір буханка нан, высший сорт енді жақсы нан, 3 евро тұрады. 3 евро, 1,5 теңге, теңгемен санағандайны, 1,5 болатын шығар енді. 3 евро, 1,5 теңге, бір буханка нан. Сүт алам 3,5%, 1 литр тоже 2 евро, 1000 теңге литрі. Так, шұжық колбаса. Сиырдың етінен істелген колбасалам. Жарты келі колбасаң 6 евро болады. 6,5-6 евро. 3000 теңге дейікші, жарты келі емес, 420 грамм. Бәрі қымбаттап бара жатыр. Ең басты қымбаттап бара жатқан ол нан өте қатты қымбаттап бара жатыр. Мына күзге таман уже нанның бағасы 5000 теңгеге дейін барады дейді. То есть 10-11 евро болады дейді. Құдай сақтасын. Көреміз енді. Не болатынын енді көре жатармыз. Топливоң енді ең қымбаты енді дистопливо ғой. Қазір 2-де 2, 2-де 3 болып тұр, кейбір жерде 2-де 1 болып тұр. Қымбат, өте қымбат. Біздің ақшамен санағанда енді где-то 1200-1300 теңге болып тұрғын 1 литр солярка. Адамдар уже забастовкаға шығып жатыр. Италияда забастовка болып жатыр. Дальнобойщиктер забастовкаға шығып жатыр. Францияда то же самое, дальнобойщиктер забастовкаға шығып жатыр. Италияда, Францияда, Испанияда, Литвада, Германияның өзінде қаншама адамдар уже неге шығып жатыр? Митингке шығып жатыр. Өз басым енді қалғың келе ма десе, шынымды айтсам білмеймін даже. Қалу үшін басқа нәрсемен айналысу керек. Құдай қаласа, бір өзіміздің шаруаларымызды істеуіміз керек біз. Егер осы экономика, осы финанс жағынан бәрі жақсы болса, бәрі дұрыс болса, қалармыз. Егер дұрыс болмаса, есің барда елің таппейді, елімізге қайтарымыз. Пока жаңалық осындай, жолдастар. Так, кеттік. 23 шақырым қалды. Құдай қаласа, 30 минуттан кейін уже біз үйде боламыз. Машинаны тастап, үйге барып, жуынып, шайынып, қарынып, тамағымызды ішіп, аяқты көтеріп қойып, жаймен осырып, үйді жылытып, газ өйткені қымбат, газды қосуға болмайды. Біздің министр энергетика айтқандай, қалың киініңдер дейді. Тонбау үшін қалың киініңдер. Сондықтан да солай қалжың ғой, жолдастар. Кеттік әрі қарай.